Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. TikTokқа тықыр таяды. Америка Конгресі TikTok туралы арнайы тыңдау өткізді. Бұл өте жағымды жаңалық деп айтуға болады. Біздің Қытайдың WeChat-ын, TikTok-ын қолданбаңдар. WeChat, TikTok Қытайдың шпиондық құралы. Егер Қытайдағы туыстарыңызбен хабарласу үшін WeChat, TikTok қолданатын болсаңыздар, ол міндетті түрде бөлек телефон болуы керек. Бөлек телефонда оған VPN қолданып, өзіңіздің VPN адресіңізді Еуропа не басқа Америка елі қып көрсетіңіздер. Ал жайшылықта қолданатын телефондарды мүлде WeChat, TikTok қолдануға пайдаланбаңыздар. Себебі TikTok, WeChat ол сіздің қайда барып, қайда тұрғаныңыз, кіммен сөйлескеніңіз барлығын ұрлап жазып отырады деп айтқанымызға бәлен жыл болды. Кеше Америка Конгресінде TikTok-тың басшысы Джоуды тыңдады. Джоу видеода көріп отырғанымыздай кәдімгідей абыржып, жалтарып, неше түрлі өздерінің бір қытайлық тәсілдерін қолданып, сұрақ жауаптан жалтарып құтылып кетпекші болғанымен, бәрібір Америка тарихында бұл бірінші реткі екі партияның ымыраласа отырып, шетелдік осындай шпиондық бағдарламаға қарсы тізе қоса қарсы күресуі сипатын алды. Тіпті TikTok-тың бастығы масқара болды деп айтуға болады. Ол кезде бұлай сұрады: сенің TikTok-ыңда Қытай коммунистік партиясының партия ячейкасы, яғни партия қызмет группасы бар ма деді. Ол білмеймін деп жауап берді. Бұл бірінші. Екінші сұрағы: сенің TikTok-ыңда Шыңжаңдағы ұйғыр қазақтарға, тағы басқа түркітекті азшылық қауымдарға жасап жатқан геноцид тақырыбы көтеріле ме деді. Ол айтты: біз TikTok-ты талқылап отырмыз, басқа мәселені емес деп, осы Шыңжаң тақырыбын көтеруден анық жалтарды. Үшінші сұрақ: сен TikTok-тағы барлық қолданушылардың жеке бастық ақпараттарын Қытай коммунистік партиясымен бөлісесің ба дегенде, әлгі сұмырай алып, қазірге дейін емес, болашақта болуы мүмкін деді. Демек, ол анық жауап бере алмай тұр. Ал бұдан ілгергі оның ресми журналистерге берген жауабында TikTok Қытайдың компаниясы ма емес па, TikTok Қытай компартиясының басқаруында ма емес па дегенде, ол мүлде теріс деген болатын. Естеріңізге сала кетейік, Қытай территориясы ішінде Douyin деген әлеуметтік желі бар, ал шетелге арналған версиясы TikTok деп аталады. Анығында шетелдегі TikTok пен Қытайдың Douyin екеуінің эмблемесі де, басқасы да бәрі бірдей, ал жасайтын бүкіл есептеу, жаңағы IT саласындағы бүкіл көрсеткіштері бірдей. Бірақ бұлар айтады, сервері екі жақта екі бөлек тұрады, бір сервері емес деп айтады. Бұл неге, бұндай ұғым неден қалыптасты десеңіз, естеріңізге сала кетейік, Қытайда басқа барлық әлеуметтік желіге тыйым салынады. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google-дың басқа қызметтері барлығы Қытайда тыйым салынады. Ал сол арқылы олар шетелдегі осы программаны қолданушылардың Қытаймен байланысып қоюының, немесе Қытайдағы осы бағдарламаны қолданушылардың шетелмен байланысып қоюының алдын алу үшін әдейіге осылай бөлген болатын. Енді қызық, анығында бұл екеуі бір компания. Бірақ Қытайлар бұны үнемі бөлек компания деп жатады. Әлгіндегі Джоуда өзінің Сингапурда туғанын, әйелінің Вирджинияда туған америкалық екенін, екі баласымен Америкада өмір сүретінін қайта-қайта айта береді. Америкада ол өзінің экономикалық колледж оқығандығын айта беріп, саясатпен қатысы жоқ деп дәлелдегісі келеді. Бірақ кешегі конгрестегі сұрақ оны өте ырықсыз жағдай қойып қойды. Тіпті оны мәлім деңгейде жаңағы мимикасынан сұрақ жауапқа жауап бергендегі анау Қытайлардың бір өтірік айтқанда, жалтарғанда болатын сұмырай, сұрқияқылықтарынан оның әбден жаңағы қысылып, қымтырылып отырғандығын білуге болады. Қысқасы, қалай болмасын, бұғанға дейін Америка TikTok туралы қатаң шешім қабылдамағанымен, енді TikTok туралы өздері ойлана бастаған білдіреді. Бұл мені қатты қуантып отыр. Тіпті
Ең сұмдығы бұл Джоудың осы сұрақтарына қызық болғанда, Джоудың осы сұрақтарына жауап ретінде Қытай Коммунистік партиясы біз TikTok'ты шетелде қандай да бір сатып аламын деушілерге сатуға қарсымыз деген Қытайдың шешімін шығарып қойды. Ол Джоу бұғанға дейін TikTok Қытаймен қатысы жоқ, Қытай Компартиясының басқаруында емес деп келе жатқан бүкіл өтіріктерін әшкерелеп тастағандай болды. Бұл енді анығында TikTok'ты өте ырықсыз жағдайға қалдырып отыр. Алдағы уақытта Америкада, тіпті тұтас батыс әлемінде TikTok'қа тыйым салынуы мүмкін. Ол Қытайға берілген тағы бір соққы. Себебі Қытай WeChat арқылы, TikTok арқылы барлық азаматтардың жекелік ақпараттарын ұрлайтынын бұғанға дейін қаншама мамандар айтып келді. Айтып, дәлелдеп, бұл шпиондық бағдарлама деп келді. Барлықтарыңыз білесіздер. Мысалы, сіз бүгін қайда бардыңыз, қайда тұрдыңыз, мешітке бардыңыз ба, шіркеуге бардыңыз ба, кіммен сөйлестіңіз, WhatsApp, Instagram'да, Signal'да кіммен не жаздыңыз, Facebook'тың жеке мессенджерінде кіммен хат жаздыңыз, кімді жаным күнім дедіңіз. Мысалы, бір хабарды жазып алып келіншегіңізге де, қыз достарыңызға да, басқаға да, тәттіңізге де, сүйкімдіңізге де бәріне жіберіп отырдыңыз ба? Оның барлығын TikTok көріп отыр. Немесе сіз шенеунік болсаңыз, сіздің саяси құпиялықтарыңыздың барлығы TikTok үшін құпия емес. Ал біреумен жай телефонда сөйлестіңіз, аудионыз құпия емес. Біреулермен, тіпті әйеліңізбен, бала шағаңызбен сөйлестіңіз, экономикалық қал жағдайын сөйлестіңіз, тіпті кәдімгі телефонды алып осылай үйіңізде жүрсіз. Сіз ойламаңыз ол фото түсірмейді деп. Бүкіл жаңағы камера ашық тұрған жағдайда бүкіл фото, видео түсіріледі. Бүкіл ешқандай ақпарат ол жерде құпия емес. Енді бұл деген сөз, бұның барлығын ойлайсыз, кім сізді кім аңдып отыр деп. Мәселе ол сіз сияқты миллиондаған, миллиардтаған адамды аңду арқылы ол жасанды ақыл парасат ақпарат жинайды. Сіздің киген киіміңіз, үйіңіз, координатыңыз, адресіңіз, бүкіл жаңағы өмір сүру формаңыз, тіпті үйіңізде қандай телевизорыңыз LG ма, Samsung ба, соғынға дейінгі барлық ақпаратты жиып анализ жасап отырады. Экономикалық шарт жағдайыңыз, сіздің қандай да бір жеке басты құпияңыз бар ма, ақпаратыңыз бар ма, әлсіздігіңіз бар ма, ертең сіздің балаңыз министр болып шықса, облыс әкімі немесе қандай да бір саяси жұмысқа кіретін болса, сіздің өзіңіздің, әйеліңіздің, немесе отбасыңыздағы қандай да бір адамдардың жаңа жеке құпияларын бопсалауға келеме, сол арқылы сіздің жаңа саяси жұмыстарға араласқан балаңызды Қытайдың сөзінен шыға алмайтын бір сорлық айналдыруға мүмкіндік бар ма? Осының бәрін қарастырады. Сіз мысалы, жаңа эраның 2023 жылы наурызда, сіз өзіңіздің мысалы үйіңізде жаңа телефоныңыз, TikTok'ыңыз, WeChat'ыңыз бар, телефоныңызды бас жағыңызға қойып кәдімгі керуетіңіздің, төсегіңіздің бас жағына қойып, өзіңіздің сүйіктіңізбен тек ауашада жұбайлар ортасында болатын құпия әңгімелеріңізді айтыстыңыз. Жеке бастық құпиялық деген болады. Әрқандай адамда. Жеке бастық, отбасылық, әулеттік құпиялық болады. Бизнес құпияңыз болады, саяси құпияңыз болады. Енді осының барлығы TikTok үшін құпия емес. Себебі TikTok оның барлығын жазып отырады. Ол ертең өзіңізге қарсы, немесе сіздің балаңызға қарсы, немесе кез келген уақытта сізді бопсалауға, пайдалануға пайдаланылады. Көрдіңіз ба?